Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздердің алдарыңызға берілген хаулау, кішкентай, қызыл қайың, балқадиша, ақтоты, саржайлау, маң-маңгер, көкейкесті, балбырауын. Осы сөздерді оқығанда сізге қандай ой келді? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қалай аталуы мүмкін? Сіз қалай болжар едіңіз? Егерде сіз дұрыс болжам айтқан болсаңыз, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 19 ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті және оның дамуы. Оқу мақсаты салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтау. Халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дереккөзі ретінде құндылығын бағалау. Бағалау критерийлері: сыни ойлау мен талдау өнер тұлғаларының туындылары негізінде 19 ғасырдағы салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды талдайды. Синтез: 19 ғасыр қазақ халқының музыка өнерінің гүлденген дәуірі екенін дәлелдейді. Зерттеу сұрағы: неге 19 ғасыр қазақ халқының музыка өнерінің гүлденген дәуірі деп саналады? Құрметті оқушы, келесі көрсетілетін сізге видеодерекке назар аударуыңыз сұралады.